Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бізбен Жатсай матрас шеберханасының негізін қалаушы кәсіпкер Бердіхан Орынбек ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам. Бірінші сұрақты бастайын. Жалпы қай жылы қай жерде дүниеге келдіңіз? Ассалаумағалейкум. Есімім Орынбек. Мен 1986 жылы январдың 19-ы Алтай қаласы Ертіс қараның бойындағы қарапайым шаруашылық отбасында дүниеге келгем. Жалпы өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Менде отбасымда әке-шешем қарапайым шаруаның адамы болды. Біз отбасымызда 5 бала, сонымен 5 баланың екіншісі болдым. Барлығын көп балалы отбасыда дүниеге келгеннен кейін енді барын көріп өстік. Жоқты да барды да енді әке-шешеміз өз қарапайым өзінің қолөнерімен бізді жеткізді, өздерінің адал еңбегімен. Әкеңіз бен анаңыздың негізгі кәсіптері қандай болды сонда? Мен әкем қолөнер дейді, кәдімгі ағашылық, сонымен айналысқан кісі. Енді ол кезде ол кісіден істеген жылдары ешқандай бір қазіргі заманауи ешқандай бір техника не құрал саймандар жоқ кезі, қарапайым балға қашау, сонымен орындық стол жасап, әкем жасайды, анашым оны краскілеп, сол таныс кісілерге береді, көшеге шығарып сатып, сөйтіп бізді оқытып жеткізді. Бізде сол өзіміз демалыс кезінде де сол базарға шығып, сол сатуына көмектесеміз деген сияқты. Мектептегі уақытыңыз қалай өтті? Білім жолыңыз қалай болды? Менде сол 6 жасқа дейін сол Ертіс қыраның бойында, Ертістің жағалауында өстік, ойнап, қайтып мектеп табалдырығын ағамыздың себепкерлігімен Алтай қаласы Әбитен қалашығына, қалашыққа көшіп бардық. Сол мектепті сол Әбитен қалашығында бастап, мектеп табалдырығына аттап, сол жақта оқуды бастадым. Мектеп кезіндегі Орынбек қандай болды? Енді ол кезде бір ортадан екінші ортаға барған кезде енді кәдімгідей бізде не болады, анандай жерсінбеу, кішкене жатырқау, бірақ мен ол кезде не қатты балалар сияқты бір тентек ондай не болмадым да, өз кішкене қорғаншақ деген сияқты бір жасықтау менде мінез болды, балаларға бір сіңісіп араласып кету деген сияқты. Сөйтіп жүріп, бірінші класс бастап оқып, сол жақта апайлардың кішкене ортаға да сіңісе алмай, бірақ сабақта да бір қатты бір алып жүріп кете алмадым. Сабаққа деген қызығушылық болмады. Сонымен бірінші класстан бастап мен өзде сабақтан қашу деген не болды да, менде ой болды. Сөйтіп менде бір қызығы, енді сол өзі Әбитен қалашығында да бізде кішкене ауылы, бірақ қоражайымыз болды, бір 200 сиырымыз. Сонда бір қара тайыншамыз бар болатын. Сол бір маған бір сылтау болады да, соны енді сенбі-жексенбі демалыс күндері жаямыз ғой. Соны бір күні мектепке бір қатты бір не жоқ, қызығушылық жоқ та, бір барғым келмейді, оқығым келмейді. Өйткені жерде бір апайлар өте қатал болды. Бір сабақ айта алмасаңыз, кәдімгідей әйел апайлардың өзі кәдімгідей қолыңызға бір сызғыш алып кәдімгідей сондай бір ұратын кезең енді. Әмбес өзім де бір жаңа ортаға келген кезде ондайға көндіге алмадым. Сөйтіп оқуға деген ешқандай бір не жоқ, ынта жоқ. Оны мен үйдегілерге айта алмаймын. Содан мектеппен біздің екі ортада бір анандай бір зауар жан болған. Соның ортасында бір кішкентай бір не болады, анандай тесік. Мен содан мектеп сабақтан түскенше сығалап отырмын. Дәл түскі үзіліс тамақ уақытында сабақтан түсіп, балалар қайтқан кезде мен сомкамды астып үйге барамын. Үйге барамын да мен мектептен қайтқан адам сияқты ол үйге барып тамағымды ішіп аламын да, әбеттен қайта шығамын. Сөйтіп жүрген кезде көршімнің қызы мен классымда оқиды. Сөйтіп айдан келіп мен сөйтіп неғылғанымды көріп қойып, содан үйге барып айтады. Соның үйдегілер мені сүйреп мектепке алып барады. Сонда мен апайға бір айтқан сылтауым, әке-шешем маған қара тайча жайдырып қояды деп ше. Сондай бір енді балалық шақта енді сондай бір қызықтар болды. Сол бірінші класста оқығым келмей, бірақ енді оқымаса болмайтындай жағдай болғаннан кейін бірінші класты мен қайталадым. Сөйтіп қайталау оқу арқылы мен бірінші класстан сыйлық алдым. Ол кезде мені Жапан мұғалім деген ұстазым болды, ағай. Өте керемет үлкен кісі болды. Кәдімгі қолымнан ұстап, мейір махаббатпен жаздырып, түсіністікпен сөйтіп мен сөйлеп жүріп, сол бірінші класты екінші рет қайталап мен сыйлық алдым.
Жалпы енді мен дегенде мектепте жағдайым сол енді бастапқы. Бір арманыңыз болды ма бала шағаңызда? Бір қандай мамандықтың иесі болғыңыз келді? Мен де сол әлі күнге дейін де ойлаймын, мен бала енді көптеген нәрсе менде енді есімде жоқ негізі. Оны білмедім мен, ол бір ұмытшақтықтың кесірі ма негізі. Балалық шақта енді бір негізі бір арман болу керек қой, арман болады, бірақ менде ешқандай бір есіме түсіре алмадым да. Былай қарасаң, мен енді балалық шақтағы армандарымды мен енді армандап, енді қолға алып жүзеге асырып жатқан сияқтымын. Өйткені мен домбыра шерткім келеді, домбырамен ән айтқым келеді. Сондай бір неде жүрмін де, кәдімгідей топты ортаға шығып, кәдімгідей ортаны қыздырып, билеп деп. Бірақ менің оның ешқандай бір не жоқ, ешқандай менде оның біреу де жоқ. Бірақ соны енді қолға алып бастасам ба деген ниет бар енді. 39 жасыңызда енді армандай бастадыңыз. Енді армандай бастадым, балалық шақта арман. Жалпы ол кезде болашағыңызды бір қалай көрдіңіз? Бір қандай кәсіп иесі боламын деген бір ой болған жоқ па мен? Мен анандай техникаға қатты қызығатынмын. Осы техникаға бір қатты қызыққанда бір қызықты бір уақиғамды бір айтып берсем. Таңертеңгі уақытта біз мектепке кетіп бара жатамыз. Ол кезде осы күздің кезі ма бір қатты бір есімде жоқ. Анандай бір соқыр орын қазып тастайды. Мына жақта енді бір жарым метр соның айналасында қазады, бірақ біз ана Алтай қаласы жағында, өйткені суық, тоң өте төмен жүреді. Сондықтан 2 метрден төмен қазады, анандай соқырларын. Содан бір тракторға қызығып алдымнан кетіп бара жатып, ал трактормен өтіп, соған қызыққаны соншалықты мен теріс қарап шегініп барып оны көріп кетіп бара жатырмын, артқа қарай шегініп кетіп барамын. Сөйтіп шегініп кетіп бара жатып, ана чұқырға түсіп кетемін. Таңертең уақыт соны түсіп, енді Алла сақтады, бірақ бет аузым қан, үсті басым қан. Сол кезде анандай бір әр айдың өз 5-і, 15-і, 25-і не болады, бізде жайма болады. Сол кезде үлкен кісілер не көшеге сол орындық солдан шығарып бара жатқан кезде мен мектепке негізі кетіп қалғам, бірақ қайтадан үйге қайтып бара жатырмын. Шешем, анам көріп маған, ой балам не болды деп шошып кәдімгідей. Үсті басым мен осындай жағдайлар болды деп бәрін сөйтіп, сол күні мен мектепке бара алмадым. Сол техниканың несінен, себепкерлігінен. Сөйтіп жүріп, біздің үйде жүрөз, неден 8-ші класс оқыған кезде бір не алды, трактор алды. Соны трактор алған кезде мен әке-шешеме айта алмаймын, мен әкеме енді көп айта алмаймыз біз, енді қорқамыз. Мінезінен енді қорққанда сыйлаймыз, бірақ енді бізде қатты бір ұрып не алмайды, бірақ сонда да өзі әкеге деген не болады да, бізде қорқыныш болады. Сонда көп жағдайда біз анамызға айтамыз, ана, мен оқымай-ақ қояйын, сіздерге көмектесейін, қалған балаларыңыз оқи берсін, соларды оқысаңыздар да болды деп. Мен қара трактор айдаймын деп сөйтіп жүріп, анам айтып жүріп, 8-дің өзін толық бітірмей мектептен шығып алдым. Әкеңіз қандай сізге әсер етті өміріңізде тұлға ретінде? Анаңыз қалай әсер етті? Сол туралы бөлісе аласыз ба? Менде енді әкеме деген көзқарас, енді әкем кішкене қаталдау болды. Бірақ ақкөңіл болды да, ақкөңіл. Өзінде жоқ болса да басқа біреуден ап беруге пейіл, сондай бір ақкөңіл кісі болды. Не істесе де, не бізге қандай бір ырыздық тауып берсе де өзінің адал еңбегімен істеп бізді жеткізді, біз барлығын көріп өстік. Біз енді осы қалашыққа келгелі бір ешқандай бір шаруашылық жерімізде болмады. Әкеммен сол анам сол бір жағы өзінің орындық солын жасап, бір жағы сол жалдамалы болып, қызметкер болып сөйтіп жүріп бізді оқытып жеткізді. Ең басты енді ол кісілердің бізге берген тәрбиесі енді қандай жағдайда да біреудің ала-жібін аттамауды, өздерінің адал еңбектерімен нан тауып жеуді, сол мүмкіншілігі бар жағдай жеткенше бізді оқытты. Мен ғана сол үйден өзім, мен ғана оқи алмадым, бірақ ағам, інім, қарындасым барлығы оқыды. Мен негізі бізде үйде 5 бала демекші, кезінде анандай үлкен үйге беру деген сияқты сондай бір не болды ғой. Менің ағамның өзін үлкен үйге беріп тастап, қайтадан алып деп, мен қарапайым менің өзімді апайым мен апарып салған ғой. Кәдімгідей көйлек қып. Қанша жастасыз? Сол кезде енді бір 3 жас па, 2-3 жас кезі болу керек енді. Есімде жоқ, бірақ енді айтып отырады анамыз. Сені үстіп әкең апарған, аттың артына мінгестіріп. Сол кезде апайың анандай кәдімгідей қыз балалардың көйлегін кидіріп, сөйтіп алып қалған. Бірақ мен сол кезде мен әкемнен қалмайды екем. Әкем далаға шықса, қай жерге барса артынан ілесіп
бірақ сөйтіп жүріп аман қалған екенмін. Айтпегенде мен негізі сол жерде апайымның үйінде қалатын адам екенмін. бірақ дәл осы егер сол апайымның үйінде қалғанда дәл осындай кезде осындай жерде мен отырар ма едім. Сөйтіп жүріп мен тағы әпекемді де сол үлкен үйге беріп, қазір сол кісілердің қолының тәрбиесінде өскен, үлкен шаңырақта. Енді әке шешемді де енді әке шеше деп айтпайды, аға жеңге деп айтады. Бірақ мен оны туған әпекемдей көремін. Өйткені бәріміз бір әке шешеден туғанбыз. Ол кісіні де сыйлаймын, араласамыз, құрметтеймін. Ауылдан Алматыға келу шешімін қалай қабылдадыңыз? Бұл сіз үшін қаншалықты күрделі болды? Мен мына Қазақстанға сол келуімдегі себеп, осы жаққа менің әкемнің енді ағасы, аталас. Сол ағамыздың себепкерлігімен келдік. Ол кісілер ерте 90 қанша жылдары келген осы жаққа. Сөйтіп сол кісі бір жаққа қыдырып барып, содан әңгімеден әңгіме. Мен де ол кезде мектеп бітіріп алып, сол үй шаруашылығында сол үйге көмектесіп жүргем. Содан сол кісілердің ақылдасуымен мен осы жаққа жіберу мақсатына келді, ақылдасып. Маған да айтты. Мен де жоқ демедім. Мен де қуандым. Бірақ ол кезде мен ғана емес, мен ініміз екеуміз келетін болғанбыз. Інім де сол 11-де бітіріп жоғарыға емтихан берген кезде, бірақ соның нәтижесін күтіп жүрген. Соның егер де нәтижесі төмен болып, енді жоғары жағдайда өте алмаған кезде, негізі менімен бірге осы жаққа келу керек еді. Бірақ енді Алланың қалауымен нәтижесі барлығы жақсы болып, сонымен жоғары мектепте оқып сол жақта қалды. Мен осылай кеттім. Алматыға алғаш келген кезіңіз қандай болды? Алғашқы әсеріңіз есіңізде ме? Мен енді ең алғаш келген кезде апайым үйінде болдым. Апайым менде базарда болды, сол кісіге көмектесіп. Сонда менің маңайымда анандай Өзбекстаннан келген балалар болды, кәдімгі ағайынды балалар. Сонда сол балаларды көріп жүріп, кәдімгі 3 ағайынды, 4 ағайынды. Ағалар тәшкі сөйлейді, екіншісі сатушы болып жұмыс істейді. Сонда олар кәдімгідей бауырмашылығы соншалықты бір-біріне көмектесіп, сәттесіп, мен оларға қарап кәдімгідей жылайтынмын ғой. Өйткені мен ол кезде жалғыз болдым. Бірге туғандардың бәрі сол Алтайда. Нәмбес енді осы жақтың кішкене сөзіне де сіңіспедім, үйлеспедім. Өйткені мен келе сап оқыған жоқпын, мен сразу жұмысқа кірісіп кеттім. Енді бір қиындықтар болды енді. Адамдармен араласу, тіл табысу жағынан. Енді бірақ соның барлығын жеңдік. Мысалы, көп жігіттер ойлай бермейді үй туралы тіпті ондай кезде. Сізге ол қалай келді? Мен де мына сол Қазақстанда келе алғанда сол үлкен бір арманым, сол жаңа бір жамбасым сиятындай бір білмеймін болса деп біраз аңсадым, кәдімгідей қатты аңсадым. Бірақ енді өзім мен далада жүрген жоқпын, бәрім апайларым болды ол кезде, ағаларым болды, сол кісілердің қасында жүріп өстім. Бірақ сонда да білмедім әйтеуір үйімді аңсадым. Сөйтіп жүріп сол жаққа алып келген сол ағамыздың себепкерлігімен жер алдық. Жер алдық та сол өзімнің бір бөлмемді өзім тұрғыздым. Өзім кәдімгідей тапқан табысым. Қай жақта ол? Алматы қаласында Дархан ықшамаудасы Байбесік сайда қояды, анандай. Сайда орналасқан. Сол жақта біраз семьялар түсті, қатарлас. Сол кезде енді өзім бісмілләді бастап монтаментін тұрғызып, қатырып. Енді ағаларым да көмектесті, енді осы жақтағы туысқан кісілерде. Сөйтіп, ана үстінде кірпішін мен негізі өзім қалап шықтым. Сонда қалап, ең биігіне жеткен кезде кәдімгідей анау теңселеді ғой, қабырғалар. Неге ол кезде мен бірінші рет өзім жинаптым да өз үйімді. Ешқандай не жоқ, ана жерде байлау жоқ, бір-біріне деген связка жоқ. Содан әйтеуір үстіне анандай не дейді, сеснопоезд деп қояды, бетон. Соның арқасымен сол үй тұрды. Соның өзінде әйтеуір сол үйде мен біраз жыл өмір сүрдік. Сол үйде бала шағалы болдық деген сияқты. Мен оның бәрі негізі баларсаң арман ғой негізі. Негізі мен көп жетістікке жеткен адамдардың көп видеоларын көремін мен. Солардың аудиоларын тыңдаймын, бірақ кітап оқымаймын. Негізі кітапқа қызығам, бірақ бір бет оқысам ұйқым келеді. Сонда енді көп психологтардың айтатыны, сол жетістікке жеткен адамдардың айтатыны сол арманда дейді екен, арманда жаз.
орындалады. Негізі қарапайым соның өзін біз орындай алмаймыз ғой. Қарапайым бір армандай алмаймыз, бір қиялға ерік бере алмаймыз. Кәдімгі бір стресте бір өмір сүріп жүрген адам сияқты былай сөйтіп өмір сүреміз ғой. Жалпы 2006 жылдан бастап осы кәсіпке келу орталығында арасында қандай жұмыстар атқардыңыз, не қызмет еттіңіз, сол туралы айтып өтсеңіз. Мен де сол келдім де сол апайым көмекші болдым. Ол кісі базарда ол кісілер әйелдерге киім сатты. Сосын бір жақсы сатушы болдым, бір жақсы тауарын реттеп беремін, сол жеткіз істеген жеріне жеткізіп беремін. Мен соларда енді біраз уақыттар өтті енді сөйтіп жүріп. Сол ақырындап енді маңайымды көре бастадым, кішкене ортамда араласып адамдармен таныстым. Сөйтіп жүріп ақырындап маған енді ол жұмыстан кішкене шығу керек болды. Маған енді сыртқа шығып кішкене басқа бір жұмыс істеп бір кішкене көру керек болды да, содан апаймен ойымды айтып, апайым да жоқ деген жоқ, жарайды деді де. Сол кісінің қолынан кетіп, бір ағамыздың себепкерлігімен анандай ағаш базар дейді, ол кезде мына жеті ортас осы алтын орданың бер жағында, сол ағаш базарына келіп онда да біраз уақыттар істедік. Ол кезде ең алғаш сол ағаш базарына келе қалған кезде менде бір кішкене бір ыңғайсыздық жағдай, паспортымды жоғалтып алдым. Енді ол кезде енді сыртқа бірінші рет шығып тұрмын ғой енді апайым қолынан. Сол кезде енді киімдерімді пакетімді қоя салғанмын, ауыстырып сол қайтып келсем паспортым жоқ, телефоным жоқ. Сол бір кішкене маған бір не болды да, кәдімгідей қиындық болды маған да. Сөйтіп жүріп ол жұмыстан да кеттім. Содан кейін өзімнің әкемнің інісі, кіші әкем жақын ағам болды. Өте қарапайым, өте жуас кісі. Сол кісінің қолында біраз от болып, ол кісіге ілесіп құрылыста істедім. Ол кісімен көп жағдайда андай сварщик дейді, соны істейді. Сонысына көмектесіп, соны арада өзіміздің Алтай жаққа өтіп тұрдым. Үй жаққа барып бір рет демалып қайтып келіп, ол кезде енді шекараны жақсы кезді, кішкене өтіп қайтып өтіп деген сияқты визамен келдім де енді жұмыс істеу керек. Енді келгенде бекер жатпау керек ол. Содан кейін ол кезде тағы көрші ағаларымыз болды. Сол кісілердің себепкерлігімен ол кісілер андай көше сыпыратын неде істеп жүрген. Сол кісілердің танысуымен сол көше сыпыратынға кірдік. Бірақ ол кезде түнде істейміз, күндіз ұяламыз көшеде жүріп көше сыпырғаннан. Ыңғай түнде істейміз, күндіз демаламын. Сөйтіп жүріп одан да біраз уақытымды өткіздім. Бірақ менде бір не болды, қызығушылық. Ол енді қандай бір неден туындағаны белгісіз. Әскерге барғым келді. Өйткені мен Қазақстанға келдім, қаншама жыл уақытым өтіп жатыр, бірақ бітірген ештеңем жоқ, не жиған ақшам жоқ. Маған бірдеңе істеу керек. Сонда маған бір ой келді, әскерге барып келсем. Кәдімгідей бір ой, сондай ой келді деп шықпай қойды. Сөйтіп арасында әскерге баратын болып, соны Талқан ағамыздың үйіне пропискаға отырып, сол документ жинадым. Әскери неге жинадым, өтпей қалам, барам, өтпей қалам, өткен мәселені өтіп қалам, біресе анасынан өтпей қалам. Сөйтіп аралықта бір жыл уақытым өтіп кетті. Мен ең соңында жарайды, мен бармаймын деп, бір ағаларымыздың себепкерлігімен енді ана көше сыпырауды ол кезде сол документ жинап алғанда оны да қойып кеттік. Содан кейін барып сол енді әскерге бармаймын деп бір көрші ағаларымызбен бірге бір андай құрылыс объем алып соған енді бісміллә деп бастап істеп жатқан кезіміз, сонда ана военкоматтағы тәтеміз телефон соғып, ол кезде енді фамилиямен шақырады ғой, Бердіхан емес, Орынбек емес, Бердіхан деп, Бердіхан сен әскерге кетпейтін болдың ба деп маған телефон шалды. Сол кезде мен бармайтын адаммын, бәрі мен алдында да бардым, тағы да өте алмадым деп сондай бір жағдайларды айттым. Бірақ ол кісі маған бол кеттім деп сөйтті. Соны ойланды, соны аяқ астынан ана ағаларым айтты, түсіндіріп айттым, мен осындай әскерге шақырып жатыр, білмеймін, мен өте аламын ба, өте алмасам қайтып келіп жұмысымды істейін деп. Сол жерден жуынып шайдым да киім киіп алып военкоматқа бардым. Қалай бардым, сол жерде алып қалды мені. Алып қалып кәдімгідей сол жерде шашымды сыпырып, сен әскерге кететін адам болдың деп. Енді бірақ мен сыртқа шығуым керек, бітіретін жұмыстарым бар, бітіретін документтарым бар, тағы өткізетін. Мына арт жақта істеп жатқан шаруамды өтіруім керек деген сияқты. Сөйттім де сол жерде бір ағаның себепкерлігімен ақындап, ол кезде инста қойып беру деген бар, ағамызға келісіп, сізге бір инста қойып берейін телефоныңызға, мен осындай біраз уақытта мені жіберсеңіз, мен ағамды шақырып алатын, жуынып киім кешегімді алып бітіретін документтерімді ыңғайлап алайын деп. сөйтіп жарты күнге сұранып, сол жарты күннің ішінде сол ағамның машинасымен барлығын бітіріп келіп военкоматқа тастады. Соның ертесінде Оралға кеттік әскерге. Сөйтіп әскери алғашқы сөйтіп күтіп алды да апатта баняға қалың солдаттарды кіргізіп, баняға өзіміздің кәдімгідей граждан киімімізді сыпырып алып, моншаға баняға түсіріп, өзінің формасын берді. Содан бастап біздің енді әскери өміріміз басталды. Бір жыл сөйтіп жүріп, енді бір жыл уақытты өткіздік. Сол әскери уақыттан қандай естеріңіз қалды? Енді әскери уақытта
ең алғашқы учебный деп қояды, анандай үйрету. Бір ай өте керемет болды негізі. Ол кезде кәдімгідей сені бала сияқты қарайды, сені үйретеді. Соны қайтып сол бір айыңыз өткеннен кейін сіз ант қабылдайсыз. Енді ант қабылдағаннан кейін бастап әскери өмір басталады ғой. Небір өмірлер басталады ол жерде. Енді оны әскери өмірден айтпасам да біраз адамдар біледі енді. Ол жерде енді неше түрлі адамдар болады, адамдармен танысасыз. Енді ол жерде арасында таяқ та болады деген сияқты. Сөйтіп 6 ай уақытыңыз кішкене тез өтеді. Өйткені ол кезде сіз не дейді, жаңадан келген әскери молодой деп айтады. Анандай старшактардың алдында кішкене жүгіріп жүресіз. Сөйтіп жүріп уақытыңыз тез өтеді. Одан кейін ары қарай өзіңіз старшак боласыз. Сол старшак болған 6 айыңыз кішкене ақырын өтеді. Ол кезде қызықсыз кішкене. Сөйтіп жүріп бір жыл уақытымды өткізіп әскери билетімді алып Алматыға келдім. Сол ағаларым күтіп алды, кәдімгі қарсы алып. Содан әскерден келдім де сонымен достармен өзі араласатындар болды, күтіп алды. Сөйтіп біраз уақыт жүрдік. Кішкене еркінсіп, еркін өмір. Содан қазір 6 баламның анасымен таныстым. Ең алғаш базарда көрдім. Сол 6 баламның анасы да Шымкентте әскери мектеп мамандығын бітіріп келген, бітіріп кәдімгі қызыл дипломмен. Сол кез мен де мына жақтан әскерді бітіріп келдім. Сөйтіп екеуміз, ол негізі менің жолдасым, менің апайым, жолдас жездемнің қарындасы болып келеді. Сол арқылы танысып, содан бастап екеуміз жүрдік. Содан ақындап сол той салдық, бала шағалы болдық деп. Отбасылы болғаннан кейін менде бір 3 жылдай неде болдым, базарда болдым. Өзім жолдасымыз екеуміз сол Алтын Орда базарына барып орын алып, сол жерден ең алғаш сол әйелдерге қатысты бір бижутерия дейді, киім-кешек дейді, соны саттық. Бірақ дұрыс болмады, жүрмеді. Маған жолдасым маған тауар әкеліп береді, мен сатамын. Бірақ мына жақта киініп көретін әйел адамдар, мына жақта сататын ер адам кішкене ыңғайсыздықтар тудырды деген сияқты. Бірақ әйел адамдардың киімі де кішкене қиындау болады екен, енді кішкене дұрыс келмесе, өзіне жараспаса өтпейді деген сияқты. Сөйтіп 1-2 айдай минуста жүрдік. Содан сол жолдасымның подружкасы да сол Алтын Ордада ерлер киімін сатады. Сол подружкасының сол себепкерлігімен ерлер киіміне өттік. Сол ерлер киімін қалай бастадық? Аллаға шүкір, жұмысымыз жүре бастады. Табысымыз да кішкене арта бастады. Кәдімгідей көңіл күй көтеріліп, кәдімгідей. Ол кезде үйден тамақ ішпейміз, көшеден тамақ ішеміз. Нанды да көшеден сатып апара саламыз. Ол кезде жағдай жақсы, Аллаға шүкір. Өзіміздің үйіміз бар. Сөйтіп одан ең алғаш бірінші баламды көтеріп жүрген кезде бір жағы. Сол ең алғаш ең үлкен сол дүниеге келді. Жарық дүние есігін ашты. Ең үлкен қуаныш, әке атандым. Сөйтіп жүрген арада сол 3 жылдай базарда болдым. Базарда болып сол бір кірмейтін бір кредитке кіркетіп, онымыз сол уақытында ала алмай, сол ақшаның орны жоқ, ол ұсталып кетіп, сонымен саудамыздың да берекесі кетті. Сонда ақырында базардан шығып кеттім. Бірақ қарызым соғалып қалып қалды банктегі. Енді бірақ оның бәрін қайтару керек. Сол кезде арасы соны қайтару үшін стройкада істедім. Ол кезде бір Жигули машинам болды. Онымен де бір жақ таксоводта да істедім. Бір қысымда не болды? Бір қатты кризис кезі болды. Ешқандай бір жұмыс жоқ. Не қалтада бір не жоқ, тиын жоқ. Шайық десек проездға тиын жоқ. Ішейік десек тамағымыз жоқ. Сол кезде бір ұнымыз бар. Ұн қайнатып ішкен кезіміз болды. Ол кезде менде 4 балам бар ол кезде. Жалпы енді ол балаларымды мен де бәрін көріп өсті. Ұн қайнатып ішкенімізді. Соны бір Алланың қалауымен, бір көрші ағамыздың себепкерлігімен бір таныс әпкеміздің базарда істейді. Сол кісінің қолына барып біраз уақыт сатушы болып, ол кісі анандай ұсақ түйек дейді, мың меліс дейді, сондай заттар сатады. Сол кісінің қолына барып біраз уақыт істедім, қыстай. Күні 2,5 мың теңгеден болды. Сонымен әйтеу сол кісінің қолында істеп, үйіме арыздығымды жеткізіп, бір жақ қарызымды қайтарып, бірақ сол 2,5 мың теңгеде нетпейді. Қарызға неге жетпейді, бірақ сонда да сөйтіп жүріп қыстан шықтым. Бірақ маған да тағы да қосымша тағы жұмыс істеу керек. Соны ақырындап қыстан шығып алғаннан кейін, соны әпкеме айтамын, мен де басқа бір жұмыс көзін қарастырсам, мына ақша маған жетпей жатыр деп. Бірақ айтқаннан ыңғайсызданасың, өйткені мен басында мен ол кісіге тұрақты істеймін деп кіргенмін. Енді қыстан шығып, енді көктемге кетіп қалсаң тағы бір ыңғайсыздық. Соны айта алмай жүріп әйтеуір бір ыңғайын келтіріп айттым. Бірақ кішкене ренжігендей де болды. Сөйтіп жүріп мына пакет складына келдім.
сол пакет складына келіп қалай келдім, мен сол ортада ертесіне намаз бастап кеттім. Өйткені мен соған дейін бір жыл ниеттеніп жүрдім ғой, намазға жығыла алмай. Бірақ ниет бар, жығыла алмаймын. Сөйтіп сол пакет ортасына келіп, намазған жігіттердің арасына келіп намаз бастадым. Бірақ менде ең ұзақ уақыт істеген жұмысым негізі сол екен. Өйткені ол жерде ортада жақсы болды, бір-біріне деген сыйласымдылық. Әйтпесе негізі мен бір кісінің қолында мен ұзақ уақыт істей алмаймын. Адамдармен кішкене шығысып, тіл табысып кету маған кішкене қиындық тудырады. Сонда мен өзім басында грузчик болдым, одан кейін газель айдадым, сонда газель айдап жүріп енді апарып, енді түсіретін жерге апарамыз. Сол жерде бір үлкен кісілер болады, біреулер тауар тиеседі, біреу түсіреседі. Мен сол кісілерді, енді үлкен, енді бір 50-60-ның айласына келген кісілер, сол кісілер қарап тұрып кәдімгідей өзім ойға кетемін ғой, мен қазір жаспын, кейін мен бұл кісілердің жасына келген кезде мен қайтемін, мен де сөйтіп жүремін ба? Ол маған негізі болмайды. Маған бірдеңе жасау керек, әйтеуір бірдеңе істеу керек. Бір жағы балаларым бар, сол балаларым жас кезде. Сонда сөйтіп жүр, енді 3 жылдай істедім. Бір жағы сол балаларым жағдайымен, ол кезде менде 5-ші балам болды. 5-ші балам болғаннан кейін барып мен ол жұмыстан шықтым. Енді шығуымдағы себеп бір жағы үлгермеушілік болды. Мен балалардың садикке сабақтан алу маған кішкене қиындық тудырды. Бір жағы сол қаражат жағы да. Сол жұмыстан шыққаннан кейін менде көп енді таныстарым базарда біраз таныс кісілерім болды. Солар енді біреу нәскиді сат деп үгіттеді, біреу киім-кешек сат деп үгіттеді. Оларды көрдік, бірақ енді ол менің жұмысым емес екен. Енді өзім түсінбеген затты сату кішкене қиындау болады екен. Енді өзім өндіріс саласынан кәдімгі өзім жақынмын. Сол енді бір іс маған бастап кету керек. Сөйтіп жүріп карантин кезі болды. Сол карантин кезінен бастап мен өз-өзімен жұмыс жасадым. Өзімнің бойымдағы негатив, мына сабырсыздық, мына негатив мінездерді жоғалту керек болды. Сонда жолдасым анандай сол сияқты бір жетістікке жеткен адамдардың видеоларын кәдімгідей көп көреді, психологтардың. Сонда маған Алмас ақын деген, Алмас ақын бір жағы психолог, бір жағы қаржы келіп, сол кісінің маған сабағын ұсынып, маған осыны алуға деп. Сөйтіп ол кезде енді бір бөлінеді, енді 60 күндік, 90-120 күндік марафон деп. Сонда 60 күндігін алдық. Басында бірге бір істедім. Жаз едім. Жазған сызып өтедім. Медитация жасау керек деді, жасадым. Таңнан тұрып суық душқа түсу керек деді, түстім. Сөйтіп суық душқа түсіп жүріп ауырып қалдым. Ауырып қалғанда үшеуі дәл сол кезде не кезі, карантин кезі. Бір жағы сол вирус болды ма деп кәдімгідей өзімізге бір күмән болды. Кәдімгідей қорқынышты, мен вирус жұқтырып алдым ба деп. Сөйтсем вирус емес, кәдімгі сол суық судан не алған тұмау. Сөйтіп жүріп өзім ютубтан қарап жүріп бір нан жау Нұрқуат деген бір ағамыздың ютуб каналын көріп алып, ол кісі кәдімгідей нанды нөлден бастап жауып көтеріліп, сондай бір несі шықты, видеолар. Соны көріп алып, ойбай, мына нан жапқан жақсы екен ғой деп, маған да бір нан жау идеясы келді де. Содан өзі Талдықорғанда жатқан, мен танымаймын. Сол кісіге бір нөмір алдында хабарласқанда 50 мың теңге лақтырып жібердім. Оған маған жолдасым звондайды, сен оны түсін танымайсың, сен оны не сабағын ала алмайсың, сен оны қалай ақша лақтырдың деп. Сен ақшаны лақтырып алсам да, ол кезде бұл жақта Wi-Fi деген жоқ, интернет ұстамайды. Ана кісі маған қалай істеу керек екенін, видео нелерін айтқысы келеді, бірақ интернет ұстамайды. Сөйтіп жүріп ол кісіне сабақ қалды, 50 мың теңге де қалды. Сөйтіп жүріп оны өткіздім. Одан кейін ешкімнің үстімен айналысқым келді. Ешкімнің үстімен айналысу керек болды да, соны ат жаққа қора салдырдым. Ат жаққа сол көршілер кісілерге айтып, 100 мың теңгенің айласында материал келе жақтарын алып беріп, ешкі оранда салдым, ешкімді ұстадым, о да болмады. Одан кейін ешкіні сатып жеріңізде жеп қойдыңыздар ма? Менде бір қызық, сол ешкіні жаздың кезінде әкеліп аламын, сауамын деп, сауып сүтін ішіп, әбден енді сүті таусыла бастаған кезде, күздің кезінде оны сойып ертіп жеп аламыз. Сондай бір қызықтар болды. Одан кейін сол о да болмады. Одан кейін мебель саласында тағы сол ютуб каналы. Әйтеуір мен ютубты ақтарып отырмын, әйтеуір бірдеңе істеу керек, қандай бір жақсы ақпараттар болса соған хабарласып отырмын. Содан бір ұлан деген бауырымыздың бір өзінің ашқан ютуб каналы бар екен, мебель. Адам үйрететін болып, кәдімгідей соған көмектесіп, кәсіп ашып беретін болып. Енді анаған кірсеңіз кәдімгідей өзіңіз бір жағдай жасап алатын адам құсап барасыз енді. Бірақ ол кезде менде бір қалтамда бір көк тиын жоқ, оған бере қояды. Бірақ одан барып үйрену керек, бірдеңе істеу керек. Соны біраз таныс адамдардан да сұрадым. Ақша ешкімнен бір ақша болмады. Сонда Каспийден бардым да 200 мың теңге кредит алдым да ана қолына апарып бере салдым. Онда осыны саған берейін деп, бар осы, мені үйрет.
менің бір кәсіп ашуыма кішкене көмегіңді тигіз деп. Сөйтіп оның қолында бір аптадай үйреніп кәдімгідей істеп сөйтіп жүріп, бірақ онда маған ешқандай кіріс жоқ, тек қана шығыс болды. Оның өзі маған кәдімгідей не болды, қиындық болды. Өйткені алған кредитім тағы уақыты да келе жатыр, оны қайтару керек, бала шағаға нан тауып беру керек. Мына жақтан жолдасым анау керек, мынау керек дейді, ақша керек дейді. О, кәдімгідей стресс ол жерде енді. Болатбек деген бір ағамызбен таныстым. Ол кісі кәдімгідей ағаштан, мен әкем сияқты болдым, ағаштан стол орындық жасап сатады екен. Сөйтіп мен көршінің таныс түрімен барып сол кісіге жолығып, ол кісі как раз жалғыз екен, бұрын өзбектер болған, олардың бәрі кетіп қалып жалғыз өз істеп жатыр екен, бірақ ешқандай бір не болмайды дейді, үлгере алмаймын дейді. Сөйтіп сол кісімен сөйлесіп, бірақ мен ана мебельде үйренгенім ол емес болатын, ол кәдімгідей дайын ДСП, просто сыртын матамен қаптау керек, соны үйрендік. Бірақ ана кісіге барған кезде кәдімгідей ағашты ойып кәдімгідей сықылап краскілеп отырып, таза ағаштан орындық стол жасап шығарамыз. Мен ол кісіден соны бір 2 күннің ішінде соны үйреніп алдым да, ана кісі екеуміз, мен де біраз материалға не болсын, ол кезде мен ағамнан тағы ақша сұрадым, бір 50 000 теңгедей. Сөйтіп ана кісіге беріп, материалына біраз қаржы қосып, ана кісі екеуміз 50-50 істедік. Мен барлығын шығарып беремін, ана кісі краскілеп апарып базарға алып өткізеді. Сөйтіп жүріп 2 айда істедік. Сөйтіп жүріп менде не болды, ана менің шаңтозан ғой, мұрын қабыну несі болды, бірақ менде одан да бұрында болған негізі. Өйткені мен кішкентай кезімде жығылып мұрнымнан травма алғам. Менде ана көбінде не болады, менде бас ауырады. Мен өйткені көп сезбеймін оны, сөйтіп жүре береміз. Сол аяқ астынан негізі менің жолдасым больницада жатып қалған ғой, 5-ші больницада ауырып. Ода да сол бен мен мұрын бітеліп, сол ауа жетпей, сөйтіп сол жолдасым жатқан, мен бала қарап үйде қалғам. Содан кешкісін менде кәдімгідей құлағым ауырып, сондай не болды, сезім болды. Сонда жолдасым айтты, менде осындай құлағым ауырып, басым көтертпей жатыр дедім. Сонда жолдасым айтты, онда кел деді де, 5 мүшел бөлме дейді. Сол жерде врачқа мен жағдайымды айтқан екен, соны айтумен бардым. Барып сол мұрынды барлығын тексертті. Сонда менде мұрында не бар екен, андай қабыну, бітелу. Бір жағы не болды, менде бір жағы шаңтозаңның әсері болды, бір жағы бұрыннан қалған не болды. Сөйтіп жолдасымның арқасында мен мұрныма тексеру арқылы мұрныма операция жасау керек болды. Сөйтіп ана біраз нелер айтты, документтер дейді, осы документтер жинап келіңіз, содан біз операция жасауды бастаймыз деп. Сөйтіп аралығында 1 аптадай уақыт өтті документ жинауға. Соны документ жинап бардым. Ертесі сөйтіп жүріп мұрын операциясына түстік. Сонда операция жасайтын неге алып келді, бөлмеге. Енді ана бөлмеңіз кәдімгідей қорқынышты көрген кезде. Содан наркоз құйды, ешқандай не жоқ, сезім жоқ. Содан көзімді ашсам, бірақ операция жасалып болған, кәдімгідей мұрнның ішіне кәдімгідей нелер жүгіртіп, кәдімгідей қондырып. Бірақ енді содан кейін енді әсерменді кішкене енді қиындық болды. Ол жерде енді операциядан шыққаннан кейін врачтың айтуымен ешқандай бір жұмыс жасауға болмайды, біраз уақыт жатасыз деп, сондай бір нелер айтты. Сол операциядан кейін 1 күннен кейін ертесіне мен больницадан шықтым. Больницадан шығып үйге барып, енді бізде енді жату деген не жоқ, ешқандай. Жатайын десең де жата алмайсың ғой. Мына жақта кредитім бар, мына жақта балаларға нәпақа тауып беру керек деп. Сол Болат ағамызда сол 50-50 бір 2 айдың көлемінде істедік. Мен сол барлығын кесіп қиып дайындап, құрастырып, краскіге дайындап беремін, ол кісі краскілейді. Ол кісі мына Өжет базарының несі бар, магазині. Сол жерге барып сатады. Сол пайдасын тең бөлісеміз. Сол арада 2 ай уақытымыз өтті, сөйтіп бірігіп жүріп. Бірақ ол кісі аяқ астынан ана өзінің өндірісін сататын бола қалды. Бір жағы ақша да керек болды, әмбіс өзі басқалай идеялар болды ол кісіде. Сөйтіп жүріп, ол жұмысты тоқтаттым, ол жұмысты қойдық. Содан кейін арада біраз уақыт жүріп қалдым. Сонда менің өзіммен қатарлас Қуатбек деген, мына Баркөл жақта тұратын 6 баланың әкесі, сол қайнағаның үйіне барып көмектесіп, сол Қуатбек деген баламен танысып, араласып, сол жігіттің себепкерлігімен мына даму бағдарламасы дейді, сода берілетін қайтарымсыз кәсіпкерлерге 5 миллион теңге дейді, әрі 500 мың теңге дейді, сондай бір қайтарымсыз ақшаларды естідік.
қандай құжаттар дайындау керек екенін білдік. Сол бізге өте бір үлкен не болды, мүмкіндік болды. Жұмыс бастауымызға деген бір кәдімгідей ынтамызды тудырды. Сөйтіп те қандай документтер керек екенін сұрап алып, соны бастап жинап өткіздік. Соны арадан 1-2 ай өткеннен кейін өздері хабарласты. Осындай сізге қаражат бөлінді. Бірақ бізге 5 миллион емес, соны біз 2 миллион бізге берді. Алланың қалауымен. Содан сол ақшаны алғаннан кейін сонымен ана пакетте Бірікіс деген өрен деген дос боламыз. Екеуміз де көп айтатынбыз, бірдеңе істеу керек, бірдеңе жасау керек деп. Мен сол ақшаны алғаннан кейін сол өрен деген дос балама хабарластым. Үйіме шақырып алып, мен осындай менде осындай ақша болды. Бірдеңе істейік, бірдеңе бастайық. Мен айтқанда мебель дедім. Содан бірақ мебель бастау үшін адам керек. Оған кішкене құрал саймандар алу керек. Оған кәдімгідей қомақты біраз ақша керек екен. Оған 3-4 миллионмен бастап кетуге келмейді екен. Содан өрен деген дос баламның бажасы Мұратбек деген матраспен айналысады. Оны өрен өзі жақсы біледі. Содан өрен өзі айтты, матрас бастайық онда. Мен білемін қалай сату керек екенін, қалай өндіру керек екенін. Мен оны үстінен өзім көріп жүрмін деп. Сөйтіп сол өрен деген дос баламның айтуымен бісміллә деп сол матрасты бастау шешім қабылдап, сонымен оның ұстануын Қытайдан алдырмақшы болдық. Қытайдан белай келсек кішкене азында болатын болып, бірақ ол жерден уақыт ұтылады. Кәдімгі арада тағы 1-2 айға кетіп қалатындай болды да, сонымен сол көрші бір Есқат ағамыз болды. Сол кісінің себепкерлігімен дәл сол көрші Есқат ағамыздың сабақтасы Елес деген кәдімгі матрастың қатысты материалдарды, станоктардың барлығын сатады екен. Сөйтіп сол кісінің нөмірін алып мен хабарластым. Мен осындай біз матрас бастайық деп жатыр едік. Маған матрасқа қатысты станок материалдар керек дегенмін. Ол кісі как раз маған келе қал деді. Ертесінде соны өренге айттым, мен осындай кісімен хабарластым. Сөйтсем сол өренді таниды екен, сол Елес деген кісі. Елеспен негізі өрен барлығымыз бір жеттік. Бір районда өскен, барлығын бір-бірін таниды екен. Сөйтіп Алланың қалауымен сол кісіге барып матрасқа қатысты бір станокты алдық. Сол Елес деген кісінің айтуымен сол жерден бір материал алдық та 2 күнде үйретті, көрсетті бізге. Бір матрастың материалдарын алып алдық, қалай тігу керек, қалай пішу керек. Соны бір көрдік те, ертесінде мен сол өрендегі дос баламның қасында Сұлтанбек деген жігіт болды, ініміз, инстаграммен сататын. Сол жігіт заказ алды, нормальный, жақсы қымбат бағада бір матрасты алды да, сол ертесінде бастап бісміллә деп бастап сол матрасты істеп кеттік. Сонда істеп апарғанда бір қызықты бір вақиға, оны покупкалайтын не жоқ бізде, анандай пакет ешқандай не жоқ. Соны стержпен орап апарғанбыз ғой матрасты. Жеткенше деген машинаның үстіне байлап алғанбыз. Жеткенше ана жалбырап, покупкасы ашылып, сөйтіп жүріп клиентке апардық. Клиент орыс екен, кәдімгі жақсы кісі екен. Қабылдап заказды алып, кәдімгідей. Сөйтіп ең алғаш айту, өнімімізді өткізіп қайтқанбыз. Өте керемет болды. Енді ең алғашқы табысымызды енді алған кезде біз енді әр матрастан сатып, барлық шығындарды шығарып тастағаннан кейінгі пайдаланамыз. Сол жерде дос балам екеуміз сол тең бөліп аламыз. Сол ең алғашқы табысымыз менде 120 мың айласында болды, 130 мың айласында. Бір айда бұл, Бір айда. Бірақ енді өте керемет. Бірақ ол жерде ешқандай өзіміздің табысымыз, өзіміздің кірісіміз, ешқандай бір кісінің қолына қарамаймыз. Енді өте керемет әсері болды. Еркіндік сезім ғой. Еркіндік, бір еркіндік кәдімгі. Кәсіп жүргізу барысында қандай қиындықтарға кездестіңіз? Менде мына өндіріс саласына келгенде сол басты қиындық сату кішкене өте қиындық тудырады екен. Өнім шығарады екенсіз, сол сату кішкене қиындау болады екен. Сол бастапқы кезде сол өрен деген дос балам, сол жаңағы Сұлтанбек деген жігіт көп жағдайда сол жігіт заказ алып тұрды инстаграммен, сол басқа да қайтып өзіміздің де бір таныс кісілер болды. Сөйтіп жүріп енді біраз уақыт өткіздік. Соның арада Каспий деген жақсы болды, Каспий магазин. Сол Алланың қалауымен, сол бір кісінің себепкерлігімен сол Каспий магазин сауда жақсы болатынын естіп, сол Каспий магазин қалай ашып бастадық. Аллаға шүкір әйтеуір, ешқандай бір не жоқ. Күнделікті заказымыз, ырыздығымыз табылып отырады. Қол астымыздағы сол жұмысшылардың да сол ырыздығы табылып отырады сол жерде. Қазір кәсібіңіз қалай дамып жатыр? Болашаққа қандай жоспарыңыз бар? Бізде мына матрас өндіріс кәсібін 2021 бастағанбыз күзде. Содан бері қарай бір 4 жыл көлемі болды ма? Бізде қазір тұрақтылық. Бір Каспиймен ғана сатып жатырмыз. Енді Алла бұйырса, өзіміз қазіргі заманда
жеке бренд деген өте керемет болып жатыр. Сол жеке брендті дамытып кішкене бір жақ өзіміздің дамытып, өзіміздің ілімімізді дамытып қазір бұйырса енді матрас өндірісін сатылымын кішкене арттырып дамытсақ па деген ниет бар. Ортопедиялық матрас өндіру процесі қалай жүреді, тұтынушыға қалай жетеді? Бұл жерде енді матрас өнімі жалпы өзі материалдан құралады. Бұл жерде ең маңыздысы материал, дайын материалдар содан жинақталады. Сол жігіттердің арқасында корпус шығады, формасы жинақталып. Енді бұл жерде енді өнім әр жақтан келеді, жартылай отандық, жартылай сол шетелден келеді. Маған сол ең соңғы барысы маған келеді, тігу процесс жиналып келгеннен кейін. Мен соны өзіме бір сыйлаған сезім, бір өзімнің жартылай бір отандық өнімімізді, процессімізді біз өндіріп жатқанын сезінсем, кәдімгідей өзіміз бақытты бір сондай бір сезім пайда болады. Сол соңғы барысын өзім тігіп бітіріп, сол жігіттермен жинақталып жаңағы покупкалаймыз. Ол енді біреу қалаға кететіні бар, басқа облыстарға кететіні бар. Оның да соңғы покупкасы әрқалай болады. Басқа қалаларға кететіні мөлшермен кетеді, пакетпен қабатталып. Сол матрас әбден барлығы соңғы жұмысы бітіп, покупкаланып біткеннен кейін Алматы қаласындағы өзіміздің жігіттер бар, анау жеткізіп беретін, әрқайсысын өз клиенттерге жеткізіп беріп, клиенттің ризашылығын алып, енді жерде өзімізге бір сыйланатын бақыт. Енді бұл жерде клиенттерден пайда алу емес, клиенттерге бір пайда келтіріп жатқан адамдай сезімде, сондай бір сезімде боласыз. Өте керемет. Не бір көптен бір жетістікке жеткен кісілердің сөзінде сен біреуге пайдаңды тигізсең, сол саған еселеніп келеді дейді. Расымен де ақиқат, Аллаға шүкір. Енді қазақтарда сөз бар ғой, адамнан қарғыс алма, бата ал дейді. Әр клиенттеріміздің өз батасын алып, сол жұмысымыз Алланың қалауымен қасымдағы маңайындағы жігіттердің арқасында өсіп өркендеп жатыр. Өте қуаныштымын. Қандай қызықты тапсырыстар болды матрасқа қатысты? Осы бір 2 жылдың алдында, осы жаңа жыл қарсаңында бір енді менің нөмірімді қайдан алғаны белгісіз бір клиент хабарласты менің телефонымнан. Сонда бір енді жасап көрмеген бір матрас болды енді. Анандай бір ашып жабылатын жүрек формасында. Сондай бір тапсырыс келді бізге. Соны жасау керек, жасап берсеңіз деп. Бірақ біз оны жасап көрген жоқпыз. Бірақ жасап көру керек болды. Сөйтіп бізбен бағасын келісті. Біз енді оны қалыпты бағада істеп берейік клиенттен тапсырысын алып, ертесіне бісміллә деп бастадық. Негізі біз әдетте бір матрасты 1-2 сағатта жасап шығарамыз. Барлық форм құрастырылып, тігіліп барысы барлығы. Енді мына жаңа айтқан тапсырысымыз жүрек формасындағы матрасты жарты күн жағаластық. Оны енді жүрек формасында келтіріп материалдармен қиып алу керек. Оны қиып барлығын корпусын жасап болғаннан кейін, оны енді тігу кішкене тағы да не болды, қиын болды. Сол енді бізге ең қызықты бір тапсырыс. Бірақ енді өте керемет болды. Клиентке де жасап апардық, клиент те риза. Бізде кәдімгідей көңіліміз жай тауып, негізі жасауға болады екен, негізі ниеттенсе. Ортопедиялық матрастың кәдімгі матрастың қандай айырмашылығы бар? Бізде бір көптеген клиенттер хабарласады да матрасқа. Көбі анандай төсекпен бірге алады, келетін бір матрастар болады, панельдап қояды, қолмен тоқитын пружина. Енді олардың бір минусы, пружинасы отырып кетеді, болмаса шығып кетеді. Сондай жағдаймен келетін клиенттер көп болады. Өйткені төсекпен матрас табылады да, матрас жарамай тастап, ертесінде бізден келеді ортопедиялық матрас алады. Енді ортопедияның бір ерекшелігі бұл жерде пружинасы отырмайды. Бұған өзім бір куә болған бір жайт, мен бір клиенттің өзім жаңа матрас апарып беріп, жасап апарып, клиенттің ескі матрасын үйіме алып кеткен ғой. Сөйтінде ішін сөгіп, барлық материалын алып тастап, пружинасын қарасам, пружинасы соғылып ғой. Бірақ ана клиенттің қолданғанына 5 жыл болған. Сөйтінде ана басқа материалдардың барлығын алып тастағанда пружинаны, сол пружинаның өзінен мен өзіме бір матрас жасап алдым. Бірақ мен соның өзімен тағы 2 жылдай жаттым ғой. Бірақ пружинасы отырмайды екен. Бір ерекшелігі. Одан енді бізде клиенттерді көп жағдайда клиенттің қалауымен істейміз. Бір клиенттер болады, бел ауырады деген сияқты. Ондай клиенттермен жұмыс жасап, кәдімгідей бел ауыратын клиенттерге қатты матрас жасап бергенбіз. Ол клиенттер де риза. Жақсы. Енді матрастың бір ерекшелігі, түнгі ұйқымыз жайлы болады, жақсы болады. Мен негізі матрасқа келгенге дейін мен өзім полда жатқан ғой. Полда.
жердің үстінде. Қайтып өзім матрас өндірісін бастадым. 1 жылдан кейін барып өзіме матрас жасадым. Енді сезім енді керемет енді. Өзі қалауы бойынша матрас құрастыра ала ма? Бұл жерде біз матрастың түрін түрлендіріп 18-20-ға дейін түрлендіріп шығара беруге болады, бірақ матрас үлкен жағынан 3-ке бөлінеді: қатты, жұмсақ, орташа деп. Біз көптеген жағдайда клиенттерден біз соны сұраймыз. Содан кейін барып қатты деген жағдайда сол өзінің қаттылыққа қолданылатын андай кокос деген материалдар бар, соларды қосамыз. Енді жұмсақ деген қалаған кісілерге өзінің кәдімгідей оған латекс қосуға болады, мембрей қосуға болады. Енді поролон енді арзан қылып қалыпты бағада деп істететін клиенттер болады. Ондай жағдайда біз поролонмен істейміз. Сол клиенттің қалауымен қандай матрас керек, соны жасап береміз. Жалпы бұндай бүйтіп өз-өзіңізді былай айтқанда сіздің жасыңыздағы адамдарға да емес, өз-өзін қинап таңатпай тұрғызып бұндай әрекетке баруға сізді не итермелейді? Бұл жердегі себеп өзіме деген не деп айтсам болады, адамның ең үлкен жауы жалқаулық дейді ғой, жалқаулық. Мен де өзімді қанша бір тырысып таңнан тұрып, таңнан жүгіріп өзімді қолға алдым дегенмен, бірақ өзіме деген жалқаулық әлі де бар. Өйткені мен балалық кезімдегі армандарымды айттым, домбыра шертіп үйренгім келеді, ән айтып үйренгім келеді. Бірақ арасында менде мүмкіндік бар, кітап оқығым келеді кәдімгідей өзім отырып. Бірақ соған кәдімгідей кітап оқайын деп өзімді соған бір уақыт арнап отыра қалсам, бір бет оқысам, кәдімгідей нем келеді, ұйқым келеді ғой. Оның өзіне адам сол жалқаулық дейміз бе? Жалқаулық тартып тұрады, қандай бір өзіңді бір. Сонда бір енді Абай атамыздың бір сөзінде өзгенің мінін білгенше өзіңмен алыс өлгенше дейді. Сол адам өз нәпсімен алысу, өз нәпсімен күресу, ол қиын екен. Енді кез келген қиындықты жеңуге болады, бірақ адам өз нәпсісін, өз жалқаулығын өзімен күресу оңай емес екен, қиын екен. Мен әлі өзім карантин кезінен бастап өзіммен күресіп келемін, бірақ әлі өзімді жеңе алмай келе жатырмын. Егер де адам бүкіл өз нәпсісін жеңіп, өзін жеңген жағдайда кез келген жетістікке оңай жетуге болады деп ойлаймын. Жаздағы 40-50 күннен астам жүгіруге қалай келдіңіз? Ол кезде мен негізі өзімнің әдетім таңнан ерте тұру. Көптеген қандай бір жай жатқан жағдайда да бір ең 5-6-та өз тұрып аламын өзімнің әдетім. Бірақ өзім оның алдында да біраз уақыттай жүрдім. Содан өзіме жалғыз кішкене балаларымды да алып жүрейін, неге жүрмеске? Өйткені мендегі ұл балалар ғой, бала айтқанда емес, көрген істейді. Сөйтіп каникул кезі болатын, балаларымды да бір каникул кезінде 50 күнде кішкене марапаттап, сыйлық беріп, кішкене сөйтіп өзіммен алып жүрдім. Бір күні екеу шықса, бір күні біреу шығады, бір күні үшеу шығады деген сияқты. Сөйтіп 50 күнімізді өткіздік. Соны арада тоқтап Алтай қаласына кеттік. Сол аралықта ол тоқтап қалды. Сөйтіп жүрген кезде менің жолдасым Инстаграм мені көп қарайды. Сонда өзіммен пакетте бір кісі деген, бір жағы 5-ші баламның кіндік әкесі Шалқар деген тауға шығып жүрген. Соны бір Инстаграмнан көріп, содан жолдасым айтқан, бұл мына Шалқарлар тауға шығып жүр екен ғой, хабарласып көрші, сен тауға шығып жүр екен деді де, маған сондай бір хабарласып көрсеңші деп. Мен ол кезде көп Инстаграмда қарамаймын. Соны жарайды дедім де, сонымен кешкісін соны Шалқар деген дос балама хабарласам ғой, ой, сендер осындай сендер тауға шығып жатыр екенсіңдер ғой, қалай болды, қалай шығып жатсыңдар, оған не қандай құжат керек деп кәдімгідей құжат сұрайсың ғой. Сонымен осындай жеке куәлігіңді алып келсең болды, таңғы сағат 3-те тұрасың, 4:30-да тауда боласың деп. Сол жарайды дедім де, сонымен ертесінде бісміллә деп, осы күздің кезі, сен аяғым екен, бісміллә деп бастап кеттік. Сөйтіп жүріп қазірге дейін мына 178 күн болды ма. Енді арада өзімнің Алтай жағымнан ағам келіп бір рет, оған сол кісіні аралатамын деп 10 күнде жүріп қалдым, тауға шыға алмадым. Қазір жүргізесіз? Қазір сол, бірақ тауға шықпасақ та сол үйдің маңайында күнделікті 10 қадам жүресіз? Күнделікті 10 қадам жүреміз. 178 күн өзімен күрес барысында өзіңіз не түйдіңіз, қандай түйіндер шығардыңыз? Бұл жерде 170 күн бой дегенде менде бастапқы 40 күндей, бір 30 күннен астап 40 күндей маған кішкене не болды, қиындық болды. Таңертең тұрып тауға шығу, ол кезде кәдімгідей мен өзімді зорлап шығып жүрдім. Әйтеуір шығу керек. Бір жағынан мен тауға шығуымдағы себеп, бір жағынан маған не керек болды? Орта керек болды. Бір жағы орта іздеп. Өйткені таңнан 3-те тұрып, мен тауға шығатын жігіттер ол жай жігіттер емес. Өйткені ол өз нәпсімен күресіп, өзін жеңген жігіттер. Ондай жігіттерден барлық жетістіктерді көруге болады. Сөйтіп 40 күннен өткеннен кейін кішкене адам өзіне жеңіл сезіне бастайды. Менде осы тауға шыққандағы ең маған қызықтыратыны,
сол медеудің 842 баспалдағы. Кәдімгідей 842 баспалдақты басып шыққаннан кейінгі әсеріңіз енді өте керемет. Кәдімгідей құрыс тұрсыңыз жазылып, бойыңыздан небір теріледі. Ол тер қандай жағдайда адам бойыңызда барлық негативтердің барлығы шығады ғой тер арқылы. Сол кезде бір жеңілдеп қаласыз. Алты бабаның әкесі ретінде отбасы мен бизнесті қатар алып жүру қиын емес пе? Өзіңіз. Алты баланы тәрбиелеп жұмыс істеу кезінде енді көптеген қиындықтар болады. Балаларды уақытында апарып, сәлеміне мектебіне апарып тастап, қайтып жұмыс арасында жұмыс істеп ақша тауып, қайтып уақытында барып алып қайту керек. Ол жағынан енді көптеген уақыттың қайсыздығы болады. Уақытында бара алмайды, уақытында алынбай қалу деген сондай бір көптеген нелер болады, қиыншылықтар. Енді адам дәл сондай кездер кәдімгідей не болады адамға бір стресс. Бірақ енді Алланың қалауымен барлығын уақыт өзі өткізеді екен. Одан кейін менде бір қызығымда үшінші баламды босанып роддомнан шығатын кезде, ол кезде менде не болған? Сузуки мини джип. Машинем бар, бірақ машинаға қоятын бензинге ақша жоқ. Үшінші баламды шығаратын кезде. Сонда бір өзімнен бетеу қасынан ба бір 1000 теңге алып бензин қойып, сөйтіп бір үшінші баламды алып шыққан несінде ешқандай ол кезде врачта дейді ғой, бір сыйлық береді. Ондай бір ештеңе не жоқ. Сондай бір қызықты оқиғаларды да бастан кешірдік. Бірақ енді әр баланың өзінің ырзығы өзінде. Аллаға шүкір. Барлығын әйтеу уақыт өткізіп, қазір жаман емес. Барлығы өз орнына келіп, ретіне түсіп жатыр. Жұбайыңыздың сіздің кәсіпкерлік жалпы өмірлік жолыңызда қандай қолдау көрсетіп жатыр, жалпы қандай рөлде ол кісі? Бұл жерде менде жолдасымның негізі отбасылық рол өте жоғары деп айтсам да болады, әсіресе мына бала тәрбиесі жағынан. Мендегі негізі көп жағдай сол өзім жұмыс ақша тек қана сол болды да, бірақ отбасыға көңіл бөлу жағы менде қалып қалады, көп жағдайда қалып қалады. Балалармен ойнау деген сияқты. Өйткені мен таңнан жұмысқа шығам, қайтып кешке дейін мен өз энергиям бітеді. Ол кезде балалармен бір ойнау не болмайды. Сонда көптеген жағдайда мен жолдасым балалардың сабағын қадағалау, балалармен жұмыс жасау жағынан отбасында жолдасымның рөлі өте күшті болды. Қолдауда оңай емес. 6 баланы тәрбиелеп, оны оқытып, оны сабағын қадағалап, тамағын киімін реттеу, жалпы барлығы жолдасымның арқасы деп ойлаймын. Қандай жаңалық аштыңыз кәсіпкер ретінде? Бұрын мен өзім кәсіпке матрас саласына келмей тұрған кезде бір кісінің қолында істейсің ғой. Ол кезде бір ешқандай бір мида бір не болмайды да, бір қысым болмайды да. Ол кезде не болады? Күнделікті жұмысын істейсің, ақшаңды айлығыңды аласың. Айлық уақытың келсе. Ал енді өзіміздің өндіріс ашып, адам істетіп, өндіріс жүргізу барысында кәдімгідей адамға не болады екен? Миға кәдімгідей үлкен бір жарыс болады екен. Өйткені күнделікті заказ табу керек, жұмысшылардың ақшасын шығару керек, жұмысшылардың ақшасынан сырт өзінің тұрмыс қаражатың бар, банкке беретін берешегің бар деген сияқты. Солардың бәрін шығару керек. Сол кезде адам тоқтаусыз жұмыс жасап отырады екен. Ертесінде заказ тыныш азая қалған кезде қайдан тапсам болады, қай жерден заказ келеді. Бірақ енді шүкір әйтеу ырыздық, ол әрекет десең берекетін өзі Алла беріп отырады екен. Не істемеуге ұсынасыз, чтобы сіздің өміріңіздегі қателіктерді қайталамасын деп, өзіңіздің балаларыңыз немесе осыны көретін адамдар? Мен енді кәсіпкерлерге арттағы жастарға енді айтамын, не істесеңіз де тұрақтылық. Негізі тұрақтылық өте маңызды екен. Менде басында негізі осы кәсіпке келгенге дейін мен көп жағдайда не болдым? Тұрақсыз болдым. Бір кәсіпке келіп, бір кәсіп бастап қайтып екінші кәсіпке секіріп кетіп, жұмыс істесем де сол бірінші жұмыс істеп болмай қалса екінші жұмысқа кетіп қалу деген сондай бір тұрақсыздық негізі ол адамға бір үлкен бір жетістік алып келмейді екен. Сонда мен енді өзімнің өмірден түйгенім, не істесеңіз де өзіңіз бір кәсіп бастасаңыз да содан тұрақтылық. Ол тұрақтылық ол түбінде бір сізге бір жемісін, табысын алып келеді екен. Отбасыңызда ұстанатын басты қағидаларыңыз қандай? Енді менде отбасымыздағы менде өзі 6 бала, 6 баланың 4-еуі ұл, 2-еуі қыз бала. Мен бұл жерде сол ұл балаларға кішкене қаталдымын. Менде үлкенім 3-еуі де ұл. Мен қалай өзіммен мен бұл салаға өндіріс саласына келгендегі бір себебім сол балаларыма да қатысты. Өйткені қазіргі заманда біреудің қолына жаутаңдамай, керек болса өз бір кәсіп істеп, бір жағы өзін дамытып кететіндей бір жағдайда өмір сүрсе деп ойлаймын. Өйткені бұл бала мен себебі матрас саласы болсын, болмаса өз
кез келген мебель саласы болсын, бір өз үй жағдайында істеп кетіп соны алып жүріп кете алатындай жағдайда. Енді бала былай ғой, бала айтқанды емес көргенді істейді екен. Қазір айтып аллаға шүкір, мынау өз матр саласында бастағалы балаларым да барасын деп ұлдарым да көмектесіп тұрады кәдімгідей. Покупкаласып, ана балаларым бір өздері кішкентай анандай матраста қалған қиқымдарын жинап алады, ана үшінші балам қиып алады да, әке мынаны маған кірелеп берші, матрас жасайын деп кәдімгідей келеді, ана көріп қуанасыз. Былай қарасаңыз негізі өнер өлтірмейді ғой адамды. Ол бала ол жан жақтылы болу керек. Адам баласының өзі ер балаға 8 өнер аз дейді. Ол әр нәрсе бір немен шектелмеу керек, жан жақтылы болу керек. Сол себепті де мына мен осы өнер саласын қолға алдым. Бір балаларыма да кішкене сеп болсын деп. Жалпы жеке өзіңіздің өмірлік ұраныңыз қандай? Мен енді өзім жеке мақсатым осы матрас саласын жөйлеп, менсіз де бір жұмыс жүре алатындай бір дәреже жеткізіп, бұл жерде мен барлық жұмыскерлерге тастап кету емес, енді бұл жерде мен өзімді де дамытсам үздіксіз. Өйткені қазір білімнің заманы, қара бұрынғыдай емес, қара күшпен жамаға білетін. Соның ағым енді ол мен кәдейдім, мен жасым келді деп тоқтап қалмау керек деп ойлаймын. Жалғасып білім алу керек, дамыту керек. Шетелге шығу керек деп ойлаймын. Өйткені шетелге шығып, көрген сайын адамның көз аясы кеңейіп, өмірге деген кішкене қызығушылық артады. Тағы да басқа да идеялар келеді деген сияқты. Сол өзімде де сол елімізге деген өзімнің бірікшілік үлесімізді қосып дамуына пайдамызды тигізе алсақ, оның өзі үлкен бір үлес деп ойлаймын, керемет жетістік деп ойлаймын. Өміріңізде өкінетін дүние бар ма? Енді өкінетін дүние бар енді. Мен ойлаймын, негізі кезінде мен неге оқып алмадым деп. Көп өкінемін ше сондайға. Негізі мен әке-шешем қарапайым шаруасында кісілер ғой енді. Ешқандай бір жағдай жоқ жағдайда 4 баланы оқып жеткізді. Міне жер десе жер жоқ, салайын десе сол бір қол өнермен арасында сол бір кісілерге жалданып сөйтіп жүріп, мына 4 бала болғанда 3-еуін оқытты. Мен де оқытамын деді, бірақ мен өзім оқымадым. Сонда менде бір өкініш, соны неге оқып алмадым деп ойлаймын енді. Матрас сатып өндірмесеңіз егер, мысалы қазір соны істеп жатырсыз, жаңа сіз айтқандай өзімен жұмыс істейтін болыпты. Жалпы келетін материалдық табыспен проблема жоқ сізде. Қандай жұмыс істейтін едіңіз? Мен ондай жағдайда мен өзім дамытатын едім, білім алатын едім. Жаңа сияқты өзім армандап жатқан жаңа домбыра курсына барамын деген сияқты. Ән айтып үйренемін. Одан қосымша мына тіл үйрену керек. Тіл білмесеңіз сақаудан бірдей екенсіз. Өйткені өз ойыңызды басқа жұртқа жеткізе алмасаңыз, сақау екенсіз, нақтырақ айтқанда. Сондықтан менде орыс тілін үйренгім келеді, ағылшын тілін үйренгім келеді, араб тілін үйренгім келеді, құранға түскім келеді. Құранға үйреніп, өзім намазын толықтағым келеді. Енді арман көп. Алла бұйырса соның барлығын ақын қолға аламын деп ойлаймын. Бұл жерден де күнделікті шығуға деген сол біріншісі мына Айжан бауырымыз молодец, өзі де басынан кешкендерін айтты, қаншама қиындықтарда өтті, қаншама дұрыс емес ортада жүріп, соның бәрін тастап, өзіммен күресіп, көзімен күресу арқылы өзіммен күрес тобын құрып алып жүрген. Одан мына мақсат халқымызда менімен құрдас, бірақ құрдас болса да дәрежесі жоғары, бірақ қарапайым да, қанша білімді, қанша дәрежелі болса да, бірақ қарапайым. Оның енді бір тұлға мына Жандар ағамыз енді былай қарасаңыз 57 келді ма? 57-58 сол шамасында келген. Мен Жандар ағамызға да қызғамыз. Жас бізден үлкен болса да, бірақ біз жасай алмайтын әрекеттер жасап, миға сыймайтын әрекеттерді істеп, мына жастарға шабыт беріп, керемет жұмыстар жасап жатыр. Осы кісілер енді. Бірақ басқа да жігіттер де бар енді өзімен күресіп жатқан. Бірақ таңмен таласып өзімен күрескен жігіттер енді жай жігіттер емес, барлығы жетістікке жеткен мықты жігіттер. Бірақ барлығы қандай болса да қарапайым жігіттер ғой. Қарапайым. Таңертең күнделікті тауға шығып жүрсіз. Тауға шыққан күндері күнделікті 10 000 қадам жүресіз. Көбінесе 10 000 қадам жүргенде жалғыз жүресіз, деймінше. Сол кезде не ойлайсыз? Мен таңнан жүрген кезде
мен көп жағдайда анадай аффирмация айтамын. Аффирмация дейді ғой, жақсы сөздер. Жақсы сөз жармырыс дейді ғой. Не әйтпесе, енді сондай бір деңгейлер айтпай жай жүрген жағдайда адамға бір неше түрлі бір ойлар мазалайды. Өйткені ой жүйрік қой, неше түрлі теріс ойлар келеді деген сияқты. Сондай ойлар болмау үшін мен кәдімгідей өзіме жақсы сөздер айтамын, өзімді жігерлендіремін. Аха. Жақсы, Орынбек аға, бүгінгі сұхбатқа қатысқаныңызға көп рахмет. Бұйырса жобаңыз жаңа деңгейге өткен кезде тағы да кездесіп сізбен тағы да сұхбат аламын деген ниеттемін. Сізге бар сәттілік пен бар жақсылық тілеймін. Бүгінгі сұхбатқа қатысқаныңызға үлкен рахмет. Сау болыңыз. Қош, саған да рахмет. Өзіммен осындай өзімнің ішіндегі бар сырымды өзіммен бөлісіп аша алғаныма ойымды нақты жеткізе алдым деп ойлаймын енді. Саған да рахмет. Алла сізге берекет берсін. Жақсы, рахмет. Айтқаныңыз келсін.